Армысыз көрермен, Астанада әлемнің түкпір-түкпірінен келген 600 қатысушыны бір алаңға жинаған Infomatrix Asia IT жарысы өтті. Болашағынан зор үміт күттіретін бағдарламашылар тәжірибе алмасып, ой бөлісті. Ендеше биылғы Infomatrix қандай жобалармен есте қалды? Қатысушылардың әсері қандай? Бірге көрейік. Infomatrix әлемнің түкпір-түкпіріндегі IT мен инновацияға ынтық жастар бас қосатын беделді байқау. Ал Infomatrix Азия соның Азия аймағындағы жарқын жалғасы. 2013 жылы Қазақстанда алғашқы қадамын жасаған. Содан бері жыл сайын талай таланттың тұсауын кесіп, ақпараттық технология саласының болашақ жұлдыздарын танытатын іргелі шараға айналды. Биыл да дәстүрлі жарыс Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі, Дарын Республикалық ғылыми-практикалық орталығы және білім инновация халықаралық қоғамдық қорының мұрындық болуымен жалғасын тапты. Жалпы бұл халықаралық компьютерлік жоба жарыстары 9 бағыттан құралған. Мысалы инженерия, жасанды интеллект, робототехника, арт, дизайн, медиа сияқты осындай салалардан бөлінген. Балалар өз жобаларын жасап, осы жерде көрсетеді. Және де кеше оның жарыс болды. Оны жюри бағалап, бүгін оның жарыстың нәтижесі болады. Бұл жарыс нәтижесінде қазір бізге Нархос университеттері, АЭС университеті, СДУ, КБТУ университеттері келіп, ең үздік оқушылар грант таратады ең соңында. Биылғы Infomatrix Азия ауқымды болды. Әлемнің 10 елінен жиналған 500-ден астам қатысушы 9 бағытта бақ сынады. Байқаудың басты мақсаты жас өрендердің қабілетін шыңдап қана қоймай, бір-бірімен мәдени идеялық байланыс орнатуына жол ашу. Төрткүл дүниеден келген қатысушылар арасында шетелдік достар тауып, жаңа тәжірибе жинап, болашақтағы ғылыми бастамаларына серпін алғандар да аз емес. I thank the Infomatrix team for having organized this, and I thank all the other schools for giving the students the opportunities at least to show their skills. Жарыс қорытындысы бойынша қатысушылардың тең жартысы 50%-дан астамы марапатқа ие болды. Бұл дегеніміз, әрбір екінші қатысушы үздік атанып, еңбек пен ізденістің өтеуі бар екенін сезінді. Бұған қоса беделді жоғарғы оқу орындары да өз қолдауын аямайтындарын көрсетті. Мәселен, СДУ мен Нархоз университеттері жеңімпаздарға 6-6-дан грант бөлсе, Алматы энергетика және байланыс университеті барлық жүлдегерлерді тегін білім гранттарымен қамтыды. Мұндай қолдау жас өнертапқыштардың қарымын одан әрі арттырары сөзсіз. Последние 4 дня мы провели в Казахстане, в школе «Спектрум». Здесь проходила Олимпиада Infomatrix. Здесь было очень много разных ивентов, очень добрые менторы и очень хорошая атмосфера, дружеская атмосфера и отличная Олимпиада. Мы провели наше время очень хорошо. Спасибо организаторам нашей Олимпиады. И я желаю в дальнейшем участвовать в таких Олимпиадах чаще и чаще. Осымен биылғы Infomatrix Азияда өз мәресіне жетті. Байқауға қатысқан әр жастың көкейінде тың идеялар мен өршіл мақсаттар оянды деп сенеміз. Ұйымдастырушылар Infomatrix Азия келер жылы да жаңа идеялар мен таланттарды күтеді дейді. Демек, ғылым мен технология жолында қызықты сапар әрі қарай жалғаса бермек. Мағжан Абдрахманов, Дулат Абдраманов, арнайы QR News үшін.